Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге өте жұмсақ болып шығатын бульчкидің рецептісін ұсынамын. Мінекей осы видеодағы қып-қызыл жұп-жұмсақ бульчкиімізді бірге жасайық. Міндетті түрде осы рецептті жасап көріңіздер. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Ендеше бізге қажет заттың барлығы видеода көрсетілген. Барлық заттың құрамын описанияда қалдырамын. Ең алдымен табамызға бір жұмыртқа, жылы суымызды, сүтімізді, ертілген сары майымызды, бір қасық тұз, бір қасық дрож, бір кесе шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң алдын ала електен өткізіліп дайындалып қойған ұнды алып, аз-аздан қоса отыра жұмсақ қамыр илейміз. Алайда біздің қамырымыз қолға жабыспауы қажет. Осылай жұмсақ қылып илеп аласыздар. Илеп болған соң қамырымызды орап, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан соң біздің қамырымыз өте керемет болып көтеріледі. Осы көтерілген қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, оларды осылай кесіп, домалақ қылып қоямыз да түрлі формада бульчки жасаймыз. Сіздер қандай қылып жасасаңыздар да өз еріктеріңізде. Мен бірнеше түрлі формасын көрсеттім қалай қылып жасауды. Мінекей гүл тәрізді, жүрек тәрізді. Дөңгелек қылып тек өзінде пісіріп алдым. Осылай бәрін жасап шығасыздар. Содан соң оны алдын ала майлап қойған формаға бульчкилерімізді салып, 20 минутқа демалдырып қоямыз. Ол 20 минуттың ішінде бульчкиіміз көтеріледі. Содан соң жұмыртқаның сарысын жағып, алдын ала қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің бульчкиіміз дайын. Сіздермен бірге болған салтанат. Менің каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыра кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.